Сәлем достар, сіздермен Джо Диспенза. Бүгін бізді армандарымыздың орындалуына не ұстап тұрғаны жайлы тереңірек сөйлескім келеді. Көп адамдарға мақсаттарына жетуге, қиындықтарды жеңуге және байлыққа жетуге не кедергі екенін талдаймыз. Сонымен қатар, армандаған өмірді қалай құруға болатыны туралы айтамын. Бұл бәрі біздің санамыздан басталады. Көп адамдар өз ойларының қаншалықты негативке байланғанын тіпті аңғармайды. Стресс уақытша реакция емес, өмірлік серікке айналып кеткендей. Біз өзімізді бір сценарийді қайталауға бағдарлап қоямыз. Өткенге, қазіргі мен болашағымызды басқаруға мүмкіндік береміз. Бұл мүмкіндіктерді көруге кедергі келтіретін, көрінбейтін шынжырлар секілді. Ең бастысы, біз өзіміздің үлкен нәрселерге қабілетті екенімізге сенуді жоғалтамыз. Бірақ мен сізге мынаны айтқым келеді. Сіз өз шындығыңызды, өміріңізді өзгерте аласыз. Оның бәрі санаңызды өзгерту арқылы басталады. Елестетіп көріңізші, сіздің ойларыңыз сіздің өміріңізді құрайтын құрылыс материалы. Егер сіз үнемі сәтсіздік, уайым немесе мақсатқа жете алмайтыныңыз туралы ойласаңыз, дәл соны өзіңізге тартасыз. Шынайы өзгерістің кілті санаңызды қайта баптап, негативті бағдарламалардан босату. Және өз арманыңызды, мақсатыңызды шындық сияқты елестетіп, соған сай ойлай бастау. Бұл жай ғана позитивті ойлау емес, бұл нақты ғылым. Біздің ағзамыз шынайы тәжірибемен елестетілген жағдайда ажырата алмайды. Сондықтан, сіз қалаған болашақты көз алдыңызға нақты елестете бастағанда, өзіңізге байқалмай, санаңызды қайта бағдарламалай бастайсыз. Бұл әрине уақыт пен күшті талап етеді, бірақ нәтижесі оған әбден тұрарлық. Сіз тек ойыңызды өзгертумен шектелмей, сонымен қатар мүлде жаңа әрекеттерге дайын болатындай ішкі еркіндікке ие боласыз. Есіңізде болсын, барлық өзгеріс сіздің ішіңізден басталады. Сіз әдеттер мен қорқыныштың тұтқыны болудан бас тартқанда, өзіңіздің жаңа нұсқаңызға жол ашасыз. Күшті, табысты, әрі бақытты мен. Енді осы жолда нақты қадаммен не істеу керектігін қарастырайық. Негативтен тұратын тұйық шеңберден шығуға көмектесетін әдістер мен тәжірибелерді күнделікті өміріңізге қалай енгізуге болады? Бәрі өзіңмен жұмыстан басталады. Бірінші қадам – ойыңызды босату. Қалыптасқан ескі ойлау үлгілерінен босау. Өзіңізге жарқын болашақ құрудың басты кілті. Мен сіздің өміріңізді түбегейлі өзгерте алатын қуатты құралдарды ұсынғым келеді. Бұрынғы болмысыңызға байлануды доғарыңыз. Мен сізге жеткізгім келетін ең терең ойлардың бірі мынау. Біздің қазіргі шындығымыз, өзіміздің үйреншікті ойларымыздың, эмоцияларымыздың және әрекеттеріміздің нәтижесі. Бүгінде сіз өзіңізді қандай күйде көріп жүрсеңіз, бұл тек ескі сенімдер мен ішкі бағдарламалардың көрінісі ғана. Бірақ ойланып көріңізші, егер бұл мен сіздің қазіргі мақсаттарыңызға сай келмесе ше? Не үшін біз сол ескі менге жабысып қаламыз? Себебі біз әдеттерге байланып қаламыз, өйткені олар бізге қауіпсіздік сезімін береді. Біздің миымыз алдын ала болжанатын дүниелерді жақсы көреді. Бір нәрсені қайталау арқылы ол энергияны үнемдейді, бірақ бұл тәсіл дамуға кедергі келтіреді. Сіз өткен тәжірибеңізбен өмір сүрген кезде сол баяғы ойлар, сол эмоциялар және сәйкесінше сол нәтижелерді қайта тудырасыз. Күн сайынғы таң, бір сарынды басталады, қоңырау дауысы, кофе, жұмысқа шығу. Бірдей маршруттар, бірдей әңгімелер, бірдей әрекеттер. Бұл өзгеріске орын қалдырмайтын тұйық шеңбер. Бірақ жақсы жаңалық бар, сіз бұл шеңберден саналы түрде шығып, жаңа меніңізді құра аласыз. Неден бастау керек? Алдымен таңертеңгі әдеттеріңізді өзгертіңіз. Кішкентай өзгерістер үлкен нәтижелерге алып келеді. Неліктен таңертең маңызды? Таңғы уақыт бүкіл күнге бағыт береді. Егер күніңізді асығыс пен бейберекет күйде бастасаңыз, сол эмоциялар сізбен кешке дейін еріп жүреді. Ал егер сіз күніңізді саналы түрде, шүкірлікпен және айқын мақсатпен бастасаңыз, сіздің энергияңыз өзгереді. Не істеуге болады? Бұрынғыдан 30 минут ерте ояныңыз. Бұл кішкентай, бірақ маңызды қадам. Таңғы сағаттар ми жаңа ақпаратты, жаңа бағдарламаларды қабылдауға аса бейім болатын уақыт. Сол уақытта телефон қарап емес, өзіңізбен жұмыс жасауға арнаңыз. Таңғы ритуал жасаңыз. Мысал, тыныс алу жаттығуларынан немесе медитациядан бастаңыз.
Бұл сізге автоматты реакциялардан шығып, тыныш әрі саналы күйге енуге көмектеседі. Бар нәрсе үшін шүкір етіп, бүгінгі күніңізді қандай күйде өткізгіңіз келетінін елестетіңіз. Ескі әдеттерді жаңасымен алмастырыңыз. Егер сіз күнді жаңалық көруден бастауға дағдыланған болсаңыз, оны кітап оқумен, шабыт сыйлайтын подкаст тыңдаумен немесе 10 минуттық тыныштықпен ауыстырыңыз. Өз болмысыңды өзгерту жай ғана таңғы әдеттермен шектелмейтін терең жұмыс. Бұл күн сайын жасалатын саналы таңдау. Өзіңізге мынадай сұрақ қойыңыз: мен бүгін қандай нәрсені басқаша жасай аламын? Басқа жолмен жұмысқа барыңыз, жаңа хоббиді байқап көріңіз, бейтаныс адаммен әңгіме бастаңыз. Алдын ала болжанбайтын кез келген әрекет сіздің жаңа меніңізге жасалған қадам. Бұл кішкентай қадамдардың күші. Бәрін бірден өзгертемін деп тырыспаңыз. Трансформация бұл бір сәтте болатын нәрсе емес, бұл процесс. Кішкентай қадамдардан бастаңыз, бірақ оларды тұрақты түрде қайталаңыз. Өзіңізге сырттай қарауды үйреніңіз. Өзіңді жетілдірудің кілті өзіңе сырт көзбен қарай білу. Өзгерістің ең күшті құралдарының бірі өз-өзіңе сырттан қарап үйрену. Неліктен бұл маңызды? Себебі біз әдеттер мен эмоциялардың ішінде өмір сүріп жатқанда, не нәрсе бізге өсуге кедергі келтіріп жатқанын байқай бермейміз. Көп жағдайда біз өз әрекеттерімізді қалыпты немесе солай болу керек деп қабылдаймыз. Алайда ол әрекеттер ескірген, пайдасыз үлгілердің қайталануы ғана болуы мүмкін. Сырттай қарау сол шектеулерді анықтап, жаңа жолды саналы түрде таңдауға мүмкіндік береді. Елестетіңізші, сіз өзіңізге досыңыз немесе әріптесіңіз ретінде қарап отырсыз. Олардың әрекетін қалай бағалар едіңіз? Қандай кеңес берер едіңіз? Осындай сырттай көзқарас ойлар мен әдеттерді, реакцияларды шынайы бағалауға көмектеседі. Мысалы, спортшылар өз жаттығуларын видеоға түсіріп, техникаларындағы ұсақ қателіктерді байқайды. Сол сияқты сіз де күнделікті әрекеттеріңізді талдау арқылы табысқа кедергі келтіріп тұрған дүниелерді анықтай аласыз. Қалай бастау керек? Ойларыңыз бен әрекеттеріңізді жазып жүріңіз. Бірнеше күн бойы не істеп жатқаныңызды, қандай эмоциялар сезінетініңізді, түрлі жағдайларға қалай реакция білдіретініңізді бақылаңыз және жазыңыз. Бұл сізге қайталанып жүрген ойлау үлгілерін көруге көмектеседі. Өз әдеттеріңізді саралап көріңіз. Қайсысы сіздің мақсаттарыңызды қолдайды, ал қай әдеттер өсуіңізге кедергі келтіріп тұр? Бүгін сіз ненің орнын басқаша жасауға болатынын байқай аласыз. Өзіңізден сұраңыз: осындай жағдай досымда болса, мен оған не кеңес берер едім? Өз өміріңізге сырт көзбен қарап көріңіз. Егер дәл қазіргі жағдай сіздің жақын адамыңыздың өмірі болса, сіз оған бақыттырақ, табыстырақ, дені сау болу үшін не өзгертуге кеңес берер едіңіз? Келешекті көз алдыңызға елестетіңіз. Көпшілігіміз өткеннің тәжірибесіне сүйеніп, бір қалыпты сценариймен өмір сүріп келеміз. Бұл ескі әуенді қайта-қайта ойнаған күйтабақ сияқты. Күнде сол бір ойлар, сол әрекеттер, сол эмоциялар. Бірақ ең маңызды сұрақ: егер сіз күнде кешегі сценарийді қайталасаңыз, онда жаңа ертеңді қалай жасайсыз? Біздің болашағымыз осы сәтте туады. Қазір сіз таңдаған ой, эмоция, әрекеттер арқылы. Егер сіз фокус пен назарыңызды өткеннің шектеулеріне емес, армандарыңызға бағыттасаңыз, сіз жаңа мүмкіндіктер кеңістігін құра бастайсыз. Қалай бастау керек? Ең алдымен қалаған болашағыңызбен санаңызда өмір сүріп көріңіз. Идеалды өміріңіз қандай болар еді? Елестетіп көріңіз. Сонда сіз қандай сезімдерді бастан кешірер едіңіз? Кіммен араласар едіңіз? Күніңізді қалай өткізер едіңіз? Мұнда бастысы тек бейнені көру ғана емес, сонымен қатар оны эмоциямен сезіну. Себебі дәл эмоциялар сіздің ниетіңізді күшейтеді және визуализацияны қуатты құралға айналдырады. Күнделікті өзін-өзі саралау, бақылау аса маңызды тәжірибе. Оған арнайы уақыт бөліңіз. Өткен қателіктерімнен қандай сабақ алдым? Қай әдеттерім өзгеріске мұқтаж? Бүгін арманым жақындай түсу үшін мен не істей аламын? Бұл процесс компасты дәл баптаумен бірдей. Сол компас сізді өз болашағыңызға бағыттайды. Болашақпен жүректен байланыс орнатыңыз. Сіз өзіңіздің жаңа өміріңізді елестетіп, қуаныш, сенімділік пен шүкіршілік сезімдерін шынайы сезіне бастағанда,
Сіз сол өмірмен ішкі байланыс орнатасыз. Бұл жай ғана визуализация емес, бұл сана мен тән деңгейіндегі трансформация. Сіздің болашағыңыз дәл осы сәтте басталады. Түсініңіз, сіз өз өміріңіздің архитекторы және авторысыз. Сіз әр жолы өткеннің көлеңкесінен емес, болашақтың көрінісімен өмір сүруді таңдағанда, мақсаттарыңызға бара жолды төсеуге кірісесіз. Кішіден бастаңыз. Өміріңіздегі бір тамаша күнді елестетіңіз. Содан соң, бүгін ақ сол арманға бір қадам жақындататын әрекет жасаңыз. Саналы түрде өмір сүріңіз. Мен сенемін, әр адам өз шектеулерінен асып түсе алады. Біздің ойларымыз бен эмоцияларымыз бізге қарсы емес, біздің игілігіміз үшін жұмыс істей алатын құралдар. Ойыңызды тазалаңыз, назар бағытын өзгертіңіз, сонда өміріңіздің де өзгеріп жатқанын байқайсыз. Медитация жасаңыз. Медитация бұл жай ғана босаңсу әдісі емес, бұл шектеулі ойлардан босайтын есік. Сізді ұстап тұрған ескі әдеттер мен бағдарламаларды медитация арқылы қайта жазуға болады. Өйткені дәл сол жерде біздің түп санамызда барлық сенімдеріміз, әдеттеріміз бен автоматты реакцияларымыз сақталады. Ал олар бізді қазіргідей шындықта ұстап тұрған дүниелер. Медитативті күйде сіздің сен бұл қолыңнан келмейді дейтін аналитикалық санаңыз шетке ығысады. Сонда сіз түп санаға кіруге мүмкіндік аласыз, және дәл сол жерде өткеннің шектеулерінен бос, жаңа болмысыңызды құруға кіре аласыз. Қарапайымнан бастаңыз. Міндетті түрде мінсіз жағдай болу керек емес. Тыныш жерді табыңыз, ол сіздің сүйікті бағыңыз немесе өзен жағасы болуы мүмкін. Әр қадамыңызды саналы түрде басыңыз, әр тынысты сезініңіз, дене сезімдеріңізге назар аударыңыз. Айналаны тыңдаңыз, теріңізге тиген желдің әсерін сезініңіз, табандарыңыздың жерге тиген сәтін байқаңыз. Мұндай тәжірибе сізді осы сәтке қайтарады, сананы мазалаған уайым мен күйбеңнен ажыратады. Жаңа ойлар тудырыңыз. Жүрек пен ақылды біріктіріңіз. Медитация жүрек, сана және тән арасындағы үйлесімді байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Ал бұл гармония сізге қорқыныш емес, интуиция арқылы шешім қабылдауға жол ашады. Медитацияның әсері нағыз өзің болуға бостандық. Сіз медитацияны өміріңіздің бір бөлігіне айналдырған сәттен бастап, ішкі өзгерістерді байқай бастайсыз. Адам ағзасы шынайы оқиғалардан туындаған эмоциялар мен елестету арқылы пайда болған сезімдерді бірдей қабылдайды. Ол үшін екеуінің айырмашылығы жоқ. Сіз елестеткен болашағыңызға терең еніп, сол сезімдерді шын жүректен бастан өткергенде, миыңыз бен тәніңізді сол болмысты жүзеге асыруға бағдарлайсыз. Бұл жай ғана позитивті ойлау емес. Бұл сіздің армандарыңызды шындыққа айналдыратын берік негіз қалыптастыру. Сіз кім болғыңыз келеді? Қандай табысқа жеткіңіз келеді? Қай деңгейдегі қаржылық мақсаттарға жетуді қалайсыз? Деген сұрақтар жайлы саналы түрде ойланған сайын сіздің миыңыздағы нейрондық байланыстар жаңаша түзіле бастайды. Кім болғыңыз келетінін және неге жетуді қалайтыныңызды неғұрлым нақты елестетсеңіз, сол мақсаттарға апарар мүмкіндіктер де көбейе бастайды. Егер сіз елестеткен меніңізбен шынайы байланыс орнатып, оған сеніп, өзіңізді солай ұстай бастасаңыз, сол адамға айнала бастайсыз. Ой мен сезімді үйлестіру арқылы жүрек үндестігі деп аталатын ерекше күйге жетесіз. Бұл ішкі тыныштық пен айқындық әкелетін күй. Жүрегіңіз тыныш әрі ашық болғанда, шығармашылық қабілетіңіз шынайы ашылып, биікке самғайды. Бұл күй сіз бұрын байқамаған жаңа мүмкіндіктерді көруге жол ашады. Келесі жолы шабыт не түсініктілік қажет болғанда, жүрегіңіздің ырғағымен үйлесіп көріңіз, қараңыз, ол сізді қайда жетелейді. Енді маңызды сұрақ, сіздің әрекеттеріңіздің нәтижесі бар екенін қалай білуге болады? Белгісі, өміріңізде жаңа нәрселердің пайда болуы. Кванттық теорияға сүйенсек, жаңа ойлау мен жаңа күй
сіздің электромагниттік өрісіңізді өзгертеді. Сіз ойлауды және сезінуді өзгерткенде, сіздің өмірлік шындығыңыз да өзгере бастайды. Кейде біз бір нәрсені ойлап, бірақ мүлде басқа сезімді бастан кешіп, өзгеріс күтетініміз бар. Бірақ өзгеріс үшін ой мен сезім үйлесуі қажет. Түнде ұйқыға жатарда ниетіңізді анықтап, ми мен денеңізді қалағаныңызға бағдарлаңыз. Таңертең сіз мақсатыңызға бағытталған ерекше қуатпен оянасыз. Армандарыңызға көбірек назар аударыңыз. Қалаған болашағыңызды жиі елестетіңіз. Сонда ол сізге жақындай береді. Неғұрлым нақты әрі шоғырланған күйде болсаңыз, соғұрлым сіздің елестеткен болашағыңыз тезірек шындыққа айналады. Көбірек осындай пайдалы әрі шабыт беретін видеоларды қаласаңыз, Нұрлы Voice арнасына жазылыңыз және қоңырау белгісін басыңыз. Сонда жаңа видеолардан хабардар болып отырасыз. Сізге сәттілік, үйлесім және молшылық тілейміз.